Кеттік. Жолда екі сөз келе жатыр. Грек және Сеул деген. Екеуі келеді де соғысып қалып, әріптер араласып кетеді. Сол кезде солтүстік жарты шарының шоқ жұлдызының аты шығады. Ол қандай жұлдыз? Геркулес. Молодец. Грек және Сеул. Ал кеттік. Екінші сұрақ. Дайынсыңдар ма? Көреміз қазір. Домбырада жетеу, сырнайда алтау, қобызда бесеу. Ол не? Домбырада. Пернен айтып жатсың ба? Жоқ. Тыңдаймыз, қайталайым. Домбырада жетеу, сырнайда алтау, қобызда бесеу. Әріп. Молодцы. Одан кейін келесі сұрақ. Қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Су болады. Дұрыс айтасыңдар. Енді жақсылап тыңдаймыз. Патша қайтыс болса, оның баласы кім болады? Әкесіз. Жақында жетім. Я жетім болады ғой. Ал енді келесі. Қандай бөшкеге көп су кетеді? Тесікте бөшкеге ғой? Я дұрыс айтып тұр ғой. Енді. Так. Қас, адам, қарақат. Қас, адам, қарақат. Осы сөздерді не байланыстырып тұр? Адам деймін, адам. Неге именно қ? Жаңа ана класста да қ деп айтты. Қадан басқа қас, адам қарақат. Адам ше? Қарақат деген. Жидек қой? А деген әріп. Молодец. Сосын. Так, мұқият тыңдаймыз. 12 қабаттық үй. Бірінші этажда 2 адам тұрады, екінші этажда 4 адам, үшінші этажда дәл осылай еселеніп кете береді. Енді осы жерде лифт бар. Қайсы кнопка ең көп басылады? 1, иә, барлығы 1-ді басады. Ал мұқият боламыз. Соңғы сұрақ, қай кезде аспан жерден төмен болады?